Бүгін сіздермен орта ғасырлық батыс және Еуразия көшпелілер өркениеті атты пәнді бастаймыз. Енді пәнге бастамас бұрын біз кіріспе тақырыбына дайындалған дәріспен сіздерді таныстыра кетуім керек. Сіздерді бүгінгі дәріспен таныстыратын Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының доценті Нұрбекова Раушан Қалымбековна. Бүгінгі дәрістің мақсаты орта ғасырлық батыс және Еуразия көшпелілер өркениеті курсының пәні мен міндеттерімен, орта ғасырлық тарихының бүкіл әлемдік тарих процесіндегі орнымен, курстың хронологиялық және географиялық шеңбермен, орта ғасырлар тарихын дәуірлеумен, сол сияқты адамзат қоғамының орта ғасырлық тарихын зерттеудің негізгі әдістері, орта ғасырлар тарихы жайлы деректер, негізгі көздері және жалпы ерекшеліктермен таныстыру болып табылады. Дәріс мазмұнына тоқтала кетейін. Бірінші сіздермен біз орта ғасырлар тарихының бүкіл әлемдік тарих процесіндегі орны, мәні жайлы қарастырамыз. Одан кейін орта ғасырлар тарихын кезеңдеу, Еуразия көшпелілер өркениеті жайлы қарастыратын боламыз. Біз көріп отырғандай 15-16 ғасырдағы гуманистер тарихты орта ғасырлар термині көне, орта және жаңа деп мәдениеттің дамуына байланысты бөлгендіктен шартты түрде қолданып келгенін көруімізге болады. Әртүрлі халықтарда феодализмге көшу үдерісі бір қалыпты жүрген жоқ, оны сіздер өздеріңіз бұрынғы тарихтан да жақсы білесіздер. Орта ғасырлар дәуірінің хронологиялық шеңбері де әртүрлі құрлықтарда, тіпті жеке елдерде алуан түрлі болғаны белгілі. Өздеріңіз бұрынғы тарих курсынан таныс болғандай, Европа елдерінде орта ғасырлар 4 ғасырдың екінші жартысында халықтардың ұлы қоныс аудару қозғалысының басталуымен белгілі. Қолөнершілік құрылыстың ішкі ыдырауынан және сыртқы фактордың әсерінен Рим империясы құлады. Дағдарыс империяны варварлар деп аталатын герман тайпаларының, кейіннен басқа да саяси этникалық одақтардың алдында қорғансыз еткен болатын. Герман тайпаларының баса көктебенуі империяның ыдырауына және ол жерде қолөнершілік құрылыстың жойылуына апарып соқты. Тарихнамада орта ғасырлар мен жаңа заманның аралығы батыс Еуропада капиталистік құрылыс үстемдігіне алып келген ағылшын буржуазиялық революциясы болып есептеледі. Біз енді осы орта ғасырын сипаттаған кезде орта ғасырдағы рухани мәдениеттің өкілдеріне тоқталмай кете алмаймыз. Бұл заман экономикалық және қоғамдық өмірдің әртүрлі топтар арасындағы шиеленіскен күрестің жаңа формаларының тууымен, дамуымен, өткір саяси идеологиялық қақтығыстармен, буржуазиялық алғашқы революциялармен және мәдениет пен ғылымның одан әрі дамуымен, ұлы жаңалықтар мен өзгерістер ашқан ұлы ойшылдармен әйгілі болғаны белгілі. Бұл кезеңде адамзат материалдық және рухани мәдениеттің дамуы жөнінде тарихтың бұған дейінгі кезеңдерімен салыстырғанда едәуір ілгері басты. Әдебиет, өнер және музыка саңлақтарымен қатар философиялық және саяси ойдың Фома Аквинский, Марсилий Падуан, Никола Макиавелли, Томас Мор, Томазо Кампанелла, Мартин Лютер, Жан Боден, Филипп де Бомануар сияқты алдыңғы қатарлы өкілдері де осы дәуірде өмір сүргені белгілі. Бұл дәуір бүкіл адамзат ұрпағы мақтаныш ететін ұлы адамдар тобын өсіріп шығарғаны тарихтан белгілі. Тоқтала кететін болсақ, міне алдарыңызда көріп отырғандай, Пьета Беляр, Роджер Бекон, Николай Коперник, Джордано Бруно, Данте, Петрарка, Шекспир, Сервантес, Рафаэл, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рембрандт. Бұл ғылымның әртүрлі салаларында өзіндік қолтаңба қалдырған, бүкіл адамзат тарихында үлкен өзгерістерге жол көрсеткен ұлы адамдар болып табылады. Енді бұл адамдардың бейнелерінің көбі деп айтам, барлығы деуге болады. Сіздер енді тарихшысыздар ғой, сіздерге белгілі. Біз сабақ осы пән барысында кейінірек бұл тұлғаларға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Біз қарастырып отырған орта ғасырлық батыс еуропалық саяси ойдың бұл кезеңдегі дамуының өзіндік белгілері мен ерекшеліктері де болды. Және қарастырып отырылған дәуір аралығында саяси ілімдер өз бейнесі мен сипатын үнемі өзгертіп отырды. Бұл құбылыс сол кезеңдегі феодалдық қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси жүйесіндегі эволюциялар дамуының нақты нәтижесі болған болатын. Басқа да кезеңдер сияқты феодализм өзінің 1000 жылдан астам тарихында, өздеріңіз тарихтан білесіздер, бұл 5-17 ғасырларды қамтиды. Өзгеріссіз қалған жоқ. Өндіргіш күштердің өсуімен бірге өндірістік қатынастарға тән алға басушылықта болды. Феодалдық мемлекеттердің әлеуметтік құрылысы сияқты саяси бейнесі де өзгеріске ұшыраған болатын. Енді әр түрлі
жаңа қоғамның саласында, экономикалық саласы болмасын, әлеуметтік саласы болмасын, иә, өздеріңіз көріп отырғандай, өндірістің жаңағы тәсілі, өндіргіш күштер, өндірістік қатынастардың орта ғасырлық бейнесінің қалай болғанын міне алдағы бейне көрсетілімнен байқауға болады. Орта ғасырлық кезеңдеу тақырыбына біраз тоқталатын болсақ, бұл эволюциялық даму нәтижесіне қарай тарихшылар орта ғасырлар кезеңін 3 дәуірге бөліп қарастырады. Бірінші бұл ерте феодалдық кезең, бұл 5-11 ғасырларды қамтиды. Бұл кезде феодализм қоғамдық экономикалық формация ретінде қалыптасты. Әлсіз ұйымдасқан ірі мемлекеттер пайда болды. Олар біртіндеп саяси бытыраңқылыққа ұшырады. Екінші бұл феодалдық қоғамның дамыған және гүлденген кезеңі 11 ғасырдың ортасынан 15 ғасырдың соңына дейінгі кезең. Бұл кезде бір орталыққа бағынған сословиялы өкілдік монархиялар өмір сүрген болатын. Енді кейінгі үшінші кезең бұл кейінгі орта ғасырлар, бұл 15 ғасыр мен 17 ғасырдың басын қамтиды. Феодалдық қоғам әлсіреп, абсолютті монархиялық билік орнаған кезең бұл. Феодалдық қоғамның әлеуметтік экономикалық құрылысы және ол туғызған әртүрлі топтар арасындағы күрес және оның саяси құқықтық идеологиялық мазмұны, сипаты және міндеттерін белгілеп берген болатын. Мемлекет, құқық және дін мен шіркеу орта ғасырларда феодалдар мүддесін қорғап, халықтың басқа да қалың тобын оларға бағынышты етуге мәжбүр болған болатын. Орта ғасырлардың қарап отырсаңыздар, тарихының бұл әрбір сатысы Еуропа территориясында халықтардың ірі қоныс аударуымен байланысты болды. 4-7 ғасырларда ғұндардың, герман және славян тайпаларының қоныс аударуы, Скандинавия, венгр, арабтар жорықтары, батыс европалықтардың шығыс пен шығыс Еуропада 11-13 ғасырлардағы экспансиясы және 15-16 ғасырларда батыс европалықтардың шығысты, Африканы, Американы отарлауымен белгілі. Орта ғасырларда жер феодалдық меншіктің шартты сипаты және оның байланысты жерде меншікте құқығы қалыптасқан, жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, феодалдық меншіктің дамыған түрі феод бұл, латынша бұл феуш, феодализм термині осыдан шыққан. Феодализм жерге мұрагерлік жеке меншікті бейнелейді. Ол міндетті түрде әскери қызмет атқарумен, сеньордың пайдасына бірталай міндеткерлерді орындаумен тығыз байланысты болды. Сеньор және онан кейінгі бағыныштылық баспалдағында тұрған сеньор да заң жүзінде сол феодтың меншігі болып табылады. Қосымша табыстың көзі феодалдық рента екені белгілі. Орта ғасырда бұл феодалдық жер рентасы жер иеленушілердің тәуелді шаруалары қосымша еңбегінің немесе қосымша өнімінің бір бөлігі бұл рента болып табылады. Феодалдық жер рентасы болып табылады. Феодалдық рента феодал меншігіндегі жерді іске пайдаланудың экономикалық формасы міндетін атқарды. Сол кезде рентаның 3 түрі болғаны белгілі. Бұл жұмыспен атқару түріндегі рента, бұл барщина деп атаймыз, өнімдік рента, бұл оброк деп аталады, ақша түріндегі рента болды. Көп жағдайда рентаның 3 түрі қатар жүрді. Дегенмен феодализм дамуының әртүрлі кезеңдерінде рентаның бір түрі басым болды деуге болады. Жалпы орта ғасырлар тарихымен біздің заманымыздың аралығын ұзақ уақыт бөліп жатыр. Орта ғасырлық Европа халықтары, қалалар мен мемлекеттер пайда болып, ұлттық тіл, мәдениет және ұлттық мінез қалыптасты осы кезеңде. Орта ғасырлардан алынған әлеуметтік саяси тәжірибе қазіргі парламенттің батыс еуропалық жаңа демократиялық және құқықтық қоғамның негізін қалағаны өздеріңізге белгілі. Әдебиеттің, өнердің жоғарғы үлгілері, философиялық, саяси, тарихи ой, еуропалық мәдениет пен рухани өмірдің қазір айқын белгілерін біз бүгінгі күнге дейін көріп отырмыз. Бұл орта ғасырлық кезеңдеу жағдайындағы жалпы орта ғасырлық қоғамның біз сипатын осы кезеңдеу арқылы көре аламыз. Жалпы орта ғасырлық қоғамның дамуының сипатын көруімізге болады екен. Құрметті магистрлар, енді біздің сабағымыз Еуразия көшпелілер өркениеті болғандықтан, ары қарай бұл біздің сабағымыздың екінші бөлігі болып табылады. Бүгін енді біз өркениет ұғымына, көшпелілер және көшпелі қоғамға, көшпелі өркениетке сіздерге түсініктеме бере кетейік. Жалпы
өркениет ұғымы, өркениет дегенде алдымен мәдениет ұғымы ойға оралады, иә. Бұлардың мағыналық жағынан бірінің екіншісіне өте жақын болуынан көпшілік жағдайда ғалымдар оларды синоним сөздер ретінде қолданып та келеді. Жалпылама мағынада алғанда мәдениет бұл айналадағы нағыздықты жаңартуға, адамның мүмкіндігі мен қабілетін айқындауға, шыңдауға бағытталған адамзаттың шығармашылық қызметі болып табылады. Ал өркениетті дүниежүзілік тарихи үрдіске талдау жасай отырып, мәдениеттен бөлек қарастыру дәуір зерттеушілерінен басталған. Қазіргі замандық әлеуметтанушылар, тарихшылар, философтар қоғамның өркениеттілігін оның үш айқын өлшемі: техниканың жетістігі, ұмытпайық, қоғамның әлеуметтік түзілімі және қоғамның ішкі ұйымдасуы мен негізделуі тұрғысынан бағалайды. Осы тұрғыдан топшылағанда өркениет бұл цивилис, азаматтық, мемлекеттік деп белгілі бір елдер мен халықтардың тарихи дамудың белгілі бір кезеңіндегі материалдық, рухани және әлеуметтік өмірінің өзіне тән сапалық ерекшеліктерін көрсетеді. Көшпелілер немесе көшпелі қоғам, көшпелі өркениет дегеніміз негізгі кәсібі мал шаруашылығы болып, күнкөрісінің көзі мал өнімдерінен тұратын белгілі бір қалыптасқан жүйемен көшіп-қонып тіршілік ететін адамдардың әлеуметтік, экономикалық, саяси қауымдастығы мен өркениеті болып табылады. Көшпелілер өркениетін зерттеу мәселелері бұл көп қаралды. Тарихта өздеріңіз білесіздер. Көшпелілер туралы түсінік алдымен отырықшы халықтар арасында қалыптасты. Біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда өмір сүрген тарихшы Геродот көшпелі скиф тайпалардың тұрмысын мадақтап жазған болатын. Көшпелілердің табиғат аясында өмірін басқа да антик тарихшылар, философтар, орта ғасырлар ойшылдары сипаттады. Оларға табиғаттың төл баласы сияқты көшпелілер өмірі қулық сұмдықтан, отырықшы қалалық өркениеттен, жаман қасиеттерден ада болып көрінді. Сонымен қатар көшпелілер туралы нашар түсініктер де сол ерте заманнан қалыптасқан болатын. Көне Қытайда көшпелілер жабайы мәдениеттің қашауы деген түсінік қалыптасты. Европада көшпелі ғұндардың тағы жабайылардың тұқымы өркениеттің жауы деп есептеген болатын. 17-19 ғасырлардағы Европа ғалымдары да бұл көшпелілер туралы өз көзқарастарын білдіріп үлгерген болатын. Мысалы, Монтескье көшпелілер қоғамын әділетті, теңдікті қоғам десе, ал Фергюсон, Адам Смит көшпелілерде мүлік теңсіздігі, әлеуметтік теңсіздік ерте пайда болды деген. Ал философ Кант мемлекеттің өзі көшпелілер мен отырықшы егіншілердің өзара қақтығысынан қорғаныс мақсатында пайда болды деген тұжырым жасайды. Ал атақты философ Гегель көшпелілерде әлеуметтік қарама-қайшылық болғанымен мемлекет болған жоқ деп есептеген. 20 ғасырдағы Европа ғалымдарының көшпелілікке көзқарасы әртүрлі болғанымен бұл қоғамның жағымсыз жақтарына ғана назар аудару басым болды. Мысалы, Рацель, Тойнби деген ғалымдар, тағы да басқа ғалымдар көшпелілер өз бетімен өркениет жасауға қабілетсіз. Олар мемлекетті басқа да өркениет жетістіктерін отырықшы елдерде жаулап алу арқылы ғана үйренді деген тұжырымдар айтқан болатын. Олардың жолын қуушы қазіргі заманғы зерттеулердің пікірінше, көшпелі қоғам бір орында тоқырап, өз бетінше дами алмайтын, отырықшы мәдениеттің әсерінсіз өркендей алмайтын, болашағы жоқ қоғам деп есептелінген болатын. Көшпелілік кеңес ғылымында да 20 ғасырдың 20-40 жылдардан бастап зерттеле бастаған болатын. Мысалы, Чулошников, көшпелілер таптық қоғам болған жоқ, тек рулық қоғам болды деп көрсететін болса, Кушнер көшпелілерде рулық мемлекет феодализмнің бастапқы нышандары пайда болды деп көрсетеді. 20 ғасырдың 30 жылдары Толстой пен Владимировтың да көшпелі қоғам туралы пікірлері 60 жылдардың соңына дейін әртүрлі нұсқада қайталанып, дамытылып келген болатын. Толстойдың пікірі бойынша көшпелілер отырықшы халықтар сияқты алдымен құл иеленушілік, содан кейін феодалдық қоғамды басынан өткізді. Бірақ көшпелілердің құл иеленушілік қоғамы әскери құл иеленушілік демократия немесе патриархалдық монархия түрінде құрылды. Көшпелілерде меншіктің негізі мен мал деген мәселенің төңірегінде көп ғалымдардың арасында пікірталастар жүрген болатын. Бір топ ғалымдар көшпелілерде рулық қоғам қалдықтармен араласқан феодалдық қоғам болды дейтін болса, феодалдық меншіктің жерге қатысты негізгі жерге меншік құрады деп айтқан болатын. Ал екінші ғалымдардың бір тобы Евразия көшпелілері патриархалдық феодалдық қоғамда өмір сүрді. Осы таптық қоғамдағы меншіктің негізгі түрі малға қатысты жеке меншік болды, ал рулық қоғамның орталық иелігінде болды деген пікірді ұсынған болатын. Көшпелі қоғамды зерттеуде қоршаған орта, бұл табиғат, және адамның белсенді әрекет мәселесі жиі қозғалып отырады. Олардың пікірі бойынша далалы, шөлейтті, шөлді, таулы аймақтарда жайлаған халықтарда табиғат жағдайына қарай мал шаруашылығы көшпелілік қалыптасқан. Осындай халықтардың бірі бұл Евразиядағы бұл көптеген ұлттар болып табылады, халықтар болып табылады.
Көріп отырғандарыңыздай, көшпелілер өркениеті өзіндік қайталанбас ерекшелігі бар, ол дербес әлем болып табылады, иә. Ол шығыс өркениетіне де, европалық өркениетке де ұқсамайтын дара құбылыс. Көшпелілік тарихи құбылыс ретінде әлемдік тарихтан өзіндік орын алғаны даусыз. Әдетте бұл ұғым қазақ тарихының арғы бастауларымен астасып, әрі мақтаныш, әрі толғаныс сезімде тудыратыны белгілі, иә. Ұлан-ғайыр аумақты алып жатқан далалық белдеудің ұлылығы неде еді? Бұл далалық аймақты мекендеген көшпелі халықтар тарих пен өркениеттің көшінен қалып қойды деп есептеген евроцентристік тұжырымы үстем болып тұрғанда, байырғы ғұн түркі ұрпағының өңір әлеміндегі елеулі мәртебесін Лев Гумилев байқады. Әйгілі ғалымның тұжырымы бойынша кез келген халықтың тарихы оның қоршаған орта тарихымен бірлікте зерттелуі тиіс. Яғни көшпелі халықтардың өзіндік ерекшелігі олардың өміріне негіз болған далалық ландшафт арқылы сақталып қалды. Адамдар даланың өсімдік және жануарлар әлемінің құрамдас бөлігі ретінде біте қайнасып кеткен. Сондықтан да егіншілікпен айналысатын халықтардың өркениетіне қатысты зерттеулермен салыстырғанда, көшпелі халықтардың тарихын байыптау барысында орталық Азияның табиғи жағдайына көбірек көңіл бөлу керек деп түйіндеген болатын. Қарап отырсаңыздар, бұл ұлы дала өркениеті, бұл Евразия өркениеті деп айтуымызға болады, иә. Орталық Азия көшпелілері Қытай, Иран сияқты елдердің мәдениетіне мүлде ұқсамайтын өзіндік мәдени құндылықтар қалыптастырған, ғұн, түрік, моңғол тайпаларының мал шаруашылығына негізделген тұрақты өмір салтын, техникасы мен рухани мұрасын, мемлекеттігін қалыптастырғаны белгілі, иә. Бұның өзі көшпелілердің өзіндік ерекшелігін, өзіндік айшықтылығын көрсетіп тұрғанын біз жоққа шығара алмаймыз, иә. Қысқаша енді бүгінгі кіріспе сабақ сіздерге өркениет бойынша қарастыратынымыз осы. Жалпы батыс европалық орта ғасырлар тарихы және бүгінгі өркениет, евразиялық өркениет жайлы білетіндеріңіз осы. Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.